Міне мына үй. Мына үйді, мына дуалды мысалы, айтайық, сылау керек. Мен квадратына 500-ден берем. Квадратына 500-ден берем. Азамат барады да, Өзбекстаннан өзбектерді алып келеді. Сөйтеді де оларға квадратына 200-ден береді. Адал ма, адал емес па? Екі жақта білу керек. Егер екі жақта біле ма, онда адал болады. Өйткені ана кеп тұрған строительдер азаматпен 200-ге не үшін келісіп тұр? Өйткені талай фирмалармен 500-бен барып келісіп алып, фирмалар бермей лақтырып кеткенде, оларға фирмамен 500-бен келісіп лақтырылғаннан көрі, азаматпен 200-ден келісіп, ақшасын нақты алатын гарантиясы бар адам болса, ол істеседі, және азаматқа адал болады. Қай уақытта мынау білет, мынау да білет. Мынау қаншадан беріп атқан білет, мынау қаншадан алып атқан білет, ортада секрет жоқ. Ол кезде басқа. Біздегі проблема қандай болады? Азамат ана жақтан 500-бен келісіп алады ғой, мыналарға келеді да, ана 300-ден беріп атыр. 300-ден беріп атыр дейді. Осыны не үшін айтатын білесіздер ма? Өйткені азамат ертең ақшаны мына жақ бермей қойсын. Бір қызығын айтайын. Енді осы жерде азамат мысалы мыналарға 200-бен келісті. Азамат келісті ғой, енді ол ана жақпен ақшаны ала алмай қалса да, мына жаққа өзінің қалтасынан төлеу керек болады. Неге? Өйткені бұл барып, бұны омен сөйлестірген жоқ. Ортада өзі келісті ғой, түсіңіз ба? Мыналар ананы танымайды да, оларға шаруасы да жоқ. Бұл мынамен істесіп жатыр ма? Енді бұл кезде азамат мыналарды қалай лақтырады? Фирма ақшаны бермей жатыр деп лақтырады. Оны не үшін айтып тұрсың оған сен? Оның ол фирмамен вообще шаруасы жоқ. Сен үстінде иметь етіп тұрғаның бар ма? Болды. Сен уже толық мына жаққа төлеуің керек. Ана жақтан ала алмайған күйгеніңді сен күйуің керек. Күйуің керек, өйткені сен табыс тауып жатсың. Былайша айтқан кезде істейтін нәрсе не болу керек? Прозрачный болу керек дейді, ашық болу керек. Аналар келіп бұмен келісіп тұр. Неге? Өйткені олар мына ортада сенімді адам, оларға разы олар. Алданғаннан көрі сенімді адам бар. Бұл проблема емес. Азамат енді не үшін үстіндегісін ала алады? Өйткені ода қауіп, ұтылу дегенде қауіп бар. Жалпы адам қай уақытта сауда істесе адал болады, ода минусына кету деген қауіп болу керек. Енді ең соңғы бір вариантын айтайын. Біздегі болып жатқан қасиреттердің бір вариантын айтайын. Менде ақша бар. Мына жігітте азаматты айта берейікші, примерге зор болып қалды ғой бұл ше. Мысалға беті зор кеп тұрды оның ше. Азаматта ақша бар. Менде бар, ода жоқ десең, ол ашуланып қалуы мүмкін да қазір. Азаматта ақша бар. Менде ақша жоқ. Сөйтеді, азамат маған 1 миллион теңге ақша береді. Айналдыр дейді. Сөйтеді, не дейді? Тапқан табысын 2-ге бөліп отырамыз дейді. Мен азаматтан 1 миллион теңге аламда сауда жасай бастаймын. Тапқан табысты 2-ге бөліп жүрем. Бір күні бір тағдырлармен мен банкрот болам. Сол кезде бізде соңында тірлік қалай бітеді? Азамат не істейді? Болды ма, сауда бітті ма? Бітті. Онда баяғы мен миллионды қайтара салайын дейді. Дұрыс па? Осы жерде азамат маған миллион берген, мен оборот жасап жатырмын ғой, біліп алыңыздар. Банкрот болсақ да 50-ге 50 болады. Мен банкрот болдым ба, оған миллион емес, мен 500-ді қайтарам. Оның әкесінің ақысы жоқ миллион алуға. Неге? Бұл маған 1 миллион саудаға бердің ма, ұтылып қалу деген қауіп ода да болу керек. Ода ұтылмайым. 50% алам, минимум миллион өзімнің ақшамды алам деген болмау керек. Саудаға салдың ба, сенде ұтылу деген риск болу керек. Бізде бұл нәрсе көп жасалмайды. Көп жасалмай қалады. Сол үшін не істейміз? Енді қалай бөлінеді? Мысалы, азамат айтуы мүмкін. Маған 1 миллион береді да, доходтың 70%-ын мен алам, 30%-ын сен аласың. Өйткені негізі ақша беріп жатқан мен ғой дейді ғой, банкрот та дәл солай. Банкрот болдың ба, 70%-ын ана қояды, азамат қойып береді. Өйткені доход та солай еді ғой. Доход қалай болады, расход та дәл сондай болу керек. Енді соңғы бір вариантын айтайын. Мен
азаматтан қарыз алам. $1000 алам. Сол кезде ол не істейді? Қараңыз. Незаметный бір вариант айтайын. Доллар курсы 400 теңге. $1000 қанша болады? 400 мың теңге. Мен азаматқа барамда $1000 бере тұршы деймін. Бұл келеді, болды, курс қанша? 400. Алады да 400 мың теңгені беріп жіберсе алады. Ертең қандай проблема пайда болады? Курс көтеріліп кетті ғой. Сол кезде мен азаматқа апарып 400 мың теңге берем ғой. Сол кезде ол не дейді? Сен маған 400 бермес, сен маған $1000 бер дейді. Өйткені ол маған, шында да ол маған $1000 берген еді ғой. Мен айтам, жоқ, сен маған 400 бердің ғой. Мен саған 400 мың берем деп. Меніңкі де дұрыс, оныңкі де дұрыс. Ал енді доллар түсіп кетсе ше, мен өліп қалсын 400 мың теңге апармайым. Мен $1000 берем. Сол кезде азамат айтады, мен саған 400 мың бердім ғой, мен айтам, мен сенен $1000 сұрадым ғой. Адам деген сондай арам болады да, отылғысы келмейді. Ал о жерде әділдікті таба алмайсың. Неге? Екеуі де кезінде қателесіп қойған. Сол кезде сен доллар сұрадың, ол бірақ курспен теңге берді ғой. Осы кезде міндетті түрде келісім болу керек. Доллармен қайтарайын ба, теңгемен қайтарайын ба деген. Егер доллармен қайтарам деп уәде болды ма, ол 600-ге көтерілсе де сен доллармен бересің. Ешкімнің ішері ашмау керек. Теңгемен қайтарам деп келісім болды ма, доллар түсіп кетсе де сен теңгемен қайтаруың керек. Сөзбе-сөз келісімдер жүру керек. Ләзім болса жігіттер, қарыз алыс беріс болғанда бар ғой, ортада куә болу керек. Өйткені адамдар қазір нәпсінің құлы сөздерінен секіре береді. Уәдеде тұрмайды қазір адамдар. Жазу керек. Ол Құранда аятта айтылған. Бір бет қарызға ше, бір бет арналған ғой қарыз мәселесіне. Жазу керек. Екі еркек куә болу керек. Ал екі еркек болмаса ше, бір еркек екі әйел болу керек. Неге? Екі әйелдің біреуінің өзіне ертең оның өзіне яшық қала салады, оларға бәрі олар. Сосын ол әйелдің өзіне бір куә қою керек. Екі әйел. Жаңа мен сізге айтқан дұрыс жеткізе алмадыңыз. Мен басынан өткен нәрсені айтайын. Мынандай платформалар заказ бердік біз 50 штук. Оны біз фирменный магазинге барған кезде бізге 15 теңге деді. Біреуінің өзін. Сонымен мен таныстарға шықтым. Маған қандай платформалар керек. Олар тұрды, бұл хорошо дейді, соның 50% арзан. Бұл осындай, бірақ 50% арзан тұрды. Сол бағында. Мен оны сатып алдым, осына кетіп қойдым. Одан кейін бір жарым айдан кейін ба, мен оны білдім, что ол бағасы на самом деле вообще тағы да төмен екен. Ала ортадағы болатын жағдай не болды? Маған қауіп берді. Либо мен ана фирменный магазиннен тура сол качество 15 теңгеге аламын, либо анадан 50% арзан қалды. Бірақ ол анадан да арзан берді. Енді мен де сауда істеген адаммын ғой. Сауда істеген адаммын ғой. Егер де ол шындықты айтып, үстінен қойып сатып жатса бар ғой, ол проблема емес. Мен мысалы үшін міне, ол лампочкамен айналысатын адам болса. Мен мысалы, мен мынандаймын. Мен баллон сатқам кезінде. Баллон сатқам. Сіз менен келіп 100 баллон сұрайсыз ба? 100 баллон сұрайсыз ғой, мен ақша салмаймын. Ана фирмамен келісіп алам. Фирмадан склад. Бірақ мен ол складтан әрдайым камаздап алып жүрмін негізі. Менің контейнерімдегі толып тұрған 300 баллон соныңкі. Сіз басқа бір түрінен 100 алайын деп тұрсыз. Мен ана жақтан алам. Сөйтем да, о жақта 4000 теңге тұрады. Сөйтіп сізге келем да мен 4200 деп айтам. Бірақ не болып жатыр? Мен өзімнің әрдайым алып жүргенім бар ғой. Содан алып жатырмын ғой. Мен арам істеп жатқан жоқ. Мен онымен жұмыс істесіп жатырмын. Олар да біледі, менің оны алып қосып сататын, ше. Ол жерде емес проблема. Егер ол сізге жаңағы 7,5 теңгеден берді ғой. Бір жерден жаңағы үстінен қойып жатқан жоқ, просто саған көмектесіп жатырмын деп өтірік айтса бар ғой, онда проблема. Егер ол сен оның үстінен қойып жатқанын білесің ғой. Просто қанша қосып жатқанын білмейсің да. Ол екеуінің келісімнің арасында сондай. Ол саған не деді? Мен 7,5 теңгеден саған тауып берем. Қаншадан табам, ол менің проблемам деді. Болды, ол ары қарай өзінің проблемасы. Бірақ бір қызығы мынандай болады. Ода риск. Қай уақытта риск бар? Қандай? Ол ана жақтан бағасын алып келісті ғой. 50 штук. Ол негізі үлкен нәрсе. Көбіндар алып бермейтінше. Мен мынандаймын. Мендегі риск қандай? Сен 100 баллон заказ беріп қойдың.
Мен мына жақтан алам деп қойдым ғой, болды. Енді оны сен алсаң да, сен алмасаң да мен алам уже. Мен мына жақпен бөлек келісім, түсініздер ма? Мен оны уже алдым дедім. Ол меніңкі болды ғой, болды уже адал келісім жүріп жатыр. Неге? Менен сен алмай кетсең де, ана 100-ін алам да, енді мен оған өзімнің ақшамды құям. Короче, мен оған уже қарызбын ғой. Түсіндіңіз ба? Ал егер ана ортада жүріп, сізге келеді да, мынандай зат 4000 теңгеден аласың ба дейді. Мына жаққа барады да, кім 3000 теңгеден сұрап жатыр, түсіріп берсе дейді да. Саған келеді да, вообще көтеріп жіберді деп 400 мың. В общем, екі жақта да өтірік айтып жүргендер бар ғой, міне солар харам деген адамдар болады. Жалпы саудада монополия харам ғой. Сен қазақша айтшы, монополия деген не өзі ол? Өз жаңа айттыңыз ғой, мысалы нан сатады, бәрін өзіне алып алады. Ол болмайды. Жоқ, кез келген затта мынандай ғой, халықтың ішіндегі жүгініп жатқан, мысалы жаңа айттық қой, доп болса доп. Допты амай қойсаң аштан өлмейсің, оны амай қоятын ада ғой. Түскенше күнделікті тұтынатын адамдардың мұқтаждығы тоқтамайтын зат. Алдымен түсініп алайыншы айту үшін. Жалпы жігіттер намазымызды оқиғанда жалпы айтқымыз келгені, кім немен айналысса, оның фиқтағы үкімін білу керек. Саудамен істейтіндер адамдар білмей арам жеп қояды. Бағаналы бір айтып жатқан нәрселер түсінікті болды деп ойлаймын. Саудада қай жерден арам байқамай кіріп кететіні. Задатық деген нәрсемен, өтірік айтумен, өзіңде жоқ, қолыңда жоқ нәрсеге сауда жасаумен, одан кейін ортада екі жаққа екі түрлі информация жеткізу арқылы арамдар кіреді. Алла разы болсын, дұға қыламыз бұнда. Бүгін ғалым болып кетпейік.